Ассалаумағалейкум қазақ елі. Енді бәрі мені сынап жатыр ғой кезінде. Жол апатына ұшырадым, нетрезвым состоянии деп. То все. Иә, мен мойындаймын. Менде олимпиададан кейін алкоголға деген алкоголизмға жақындығым бар, әуестігім бар. Білмеймін енді қалай болғанын, ол ауруға жолыққаным. Ол күлетін нәрсе емес, бірақ адамдар күледі қазір осылай деп өзінің басына келмегеннен кейін түсінбейді ғой. Мен ол кезінде мен де күлгем, жас кезінде түсінбейтінмін ол. Бірақ күлген адамның өзінің басына келеді ондай нәрселердің бәрі. Алла тағала осы өмірде сынап айтқан нәрсеңді өз басына келмей қоймайды. Сондықтан да байқаңыздар, аман болыңыздар. Мен күресіп жатырмын.